әлеуметтік желісін. İşte Секербаева ханым да бар. Мына шығып келе жатқан жерді көріп отырсыздар ма? Қайдан шығып келе жатқан? Видео жазып қойған. Бәріміз жатырдан шықтық, Украинада өтіп жатқан жаңағы құрылтайға қош келдік дейді. Мына шығып жатқан жерін қараңдар. Бұл адамның мүшесін салып қойған бұл жерде. Содан шығып жатыр екеуі. Ал осы не? Дұрыс па осы? Бұл жерде еркектің мүшесін шығарып қойған онда. Бұл не деген көргенсіздік? Бұл басынан кеткен ғой, вообще. Ұят жоқ, дабдардай азаматтар. Осыны қалай осы әлеуметтік желіге шығаруға болады? Қараңыздар. Жаңа құқық қорғау органының жаңа өкілдері, адам құқық қорғаймыз деп жүрген жас балдар отыр әңгімелесіп. Мынандай дұрыс па сонда осы? Бұны әлеуметтік желіге ашық күйде жасап отыр. Басқа да бұлардың әңгімелері бар. Боғауыз айтқан. Мен оны айта алмай отырмын, бұл жерде қыз балдар отыр. Ашық түрде кәдімгі айтып отыр. Біз лесбиянбыз, біз бүйтеміз, сөйтеміз деп боғауызбен айтады. Осы біздің қоғамымызға ол керек пе ол? Ұятсыздар болып тұр деген. Ал енді келіп айтады, бізге деген тыйым салып жатыр. Сіздер ешкім тыйым салып жатқан жоқ. Сіз қазір сізде ешкім апа түрмеге қамалып жатқан жоқ қой. Сіздер лесбиян деген, немесе жаңағы гомосексуалист деп. Сіздер тым жақсы қоғамның ішінде жүрсіңіздер. Театрға барып жатсыздар, ресторанға барып жатсыздар, қыдырып жүрсіздер. Біздің комиссияның бүкіл шаруасына келіп қатыстыңыздар. Міне мәжілістің де төріне келіп жаңа зуммен қатысып отырсыздар. Сіздерге ешкім тыйым салып жатқан жоқ бұл мемлекетте. Өмір сүрулеріңе, сіздер сол ориентация ұстауларыңызға. А бірақ сіздер бүкіл ақпарат құралдарды пайдаланып, жаңағы насихаттау мәселесін біз тыйым саламыз. Үйлеріңізде не істесеңдер, оны істеңдер. Бірақ қоғамға шығып, біз осындаймыз, біз мындаймыз деп, ондай әңгімені қою керек. Егер адам соның мүшесі ма, сол мүшелерінің болыңдар. Ал бірақ оны жарнамалаудың қажеті жоқ. Мәселе осы жерде. Сіздер дұрыстап тұрып оқыңыздар. Мына берілген заңға енгізілген өзгерістер. Бұл бір. Екінші, жаңағы бір жас бала бұл жерде сөйледі, педофилиямен бірге бүйтіп қойған, сөйтіп қойған деп. Сіздер мына заңның нормасын оқыңдаршы. Бұл жерде бұрыннан да бап бар ғой. Приобщение к национальной и мировой культуре. Здесь написано четко, черным по белому. Использование масс-медиа, литературы, зрелищных и других мероприятий, распространяющих порнографию, культ жестокости и насилие. И сюда мы добавляем пропагандирующие нетрадиционную сексуальную ориентацию и педофилию. И дальше идет там несколько текст. Бұл жерде деген жаңағы бүкіл қоғамға жат нәрсенің бәрін біз мына бапқа кіргізіп жатырмыз. В том числе педофилия.